қала әкімінің орынбасары Руслан Берденовке шабуыл жасалынды. Жалпы бұл жағдай орын алған кезде қала әкімі де, қала әкімінің барлық орынбасарлары да, аппарат басшысы да бәріміз жұмыста болғанбыз. Оқиға болған орынға тез арада біз шықтық. Полиция шақырылды, жедел жәрдем шақырылды. Содан кейін тез арада Руслан Берденов ауруханаға жеткізілді. Сол жерде қылмыс жасаған күдікті ұсталынды. Қала әкімі және біздер, оның орынбасарлары ота аяқталғанға дейін сол ауруханада болдық. Ота аяқталғаннан кейін ғана, бұл түнгі сағат 2-лердің шамасы болса керек, біз үйімізге тарадық. Бұл адамның не себепті қылмысқа барғандығын біз нақты айта алмаймыз. Тіпті айтуға құқымыз да жоқ. Біздің өкілеттігіміз де жоқ оны айтуға. Қылмыскердің де бұл қылмысқа не үшін барғандығы туралы әртүрлі алып қашты әңгімелер айтылып жатыр. Біздің білуімізде оның ешқайсысы да шындыққа жанаспайды.